Қайырлы күн достар. Бүгін осындай дрожь қосылмай 30 минутта дайын болатын жүп-жұмсақ булочки дайындайтын боламыз. Рецепті жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыз. Бұл булочкидің ерекшелігі, біз оған творог, яғни сүзбе қосып дайындайтын боламыз. Ең алдымен 2 жұмыртқаны ыдысымызға жарып алып, үстіне шым-шым тұз және жарты пиала шекер қосып, шанышқының көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін үстіне сүзбені қосып, бір келкі массаға айналғанша шанышқымен езіп шығамыз. Егер сізде менікіндей түйіршігі көп сүзбе болатын болса, онда осылай блендермен езсеңіз де болады. Сүзбелі масса бір келкі болғаннан кейін оны шетке қоя тұрып, ұнымызды дайындаймыз. Ұнның үстіне 1 шай қасықты толтырып, қопсытқыш қосамыз және оның ұшымен ғана ванилин қосамыз. Ұнды илеуіштен өткізе отырып, аз-аздан жаңағы сүзбенің үстіне салып отырамыз. Алғашында осылай шанышқының көмегімен араластырамыз, кейіннен қолмен илеп шығамыз. Міне қамырымыз да дайын болды. Аздап қана қолға жабысатындай қамыр пайда болды. Енді тақтайдың бетіне аздап ұн сеуіп алып, жаңағы қамырымызды колбаса тәріздес формаға келтіреміз. Яғни ол кесуге ыңғайлы болуы үшін. Қамырды бірдей етіп 12 бөлікке бөлдім, яғни 12 булочка шығады деген сөз. Әрбір бөлігін алып, видеодағыдай етіп, домалақ формаға келтіріп қоямыз. Мен мұнда булочкидің арасына мейіз қосып жатырмын. Егер сіз қаласаңыз, қоссаңыз да болады, немесе ештеңе қоспасаңыз да өзі де дәмді болып шығады. Булочкиларды майланған противенге қойып шығамыз, немесе пергамент қағазын төсеп, соның үстіне де қойсаңыз болады. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз да 180 градуста қызып тұрған пешке саламыз. 25-30 минуттан кейін булочкиларымыз осылай томпайып, сүп-сүйкімді болып пісіп шықты. Әдемілік үшін бетіне қант ұнтағын септім. Мінекей көріп тұрғаныңыздай көтеріліп, әрі жүп-жұмсақ болып пісті. Шайға берсеңіз, өте дәмді болары сөзсіз. Рецепт ұнаса, достарыңызға жіберіп қоюды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Замира.